Армысыздар, құрметті көрермендер. Құдайберген Жұбановтың 25 жылдығына арналған видео сұхбат топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бізде қонақта Жұбанов танушы Қазақ әдебиеті кафедрасының оқытушысы Ұлықпанова Әли апай. Апай, қош келдіңіз. Құдайберген Жұбановтың 25 жылдығына ғылым мерекесі келе жатыр. Өзіңіз білесіз, ұзақ жылдар бойы Құдайберген Жұбановтың еңбектерін зерттеп келесіз. Осы орайда Құдайберген Жұбановтың өміріне, шығармашылығына арналған бірнеше сұрақтарды сізге қоюға рұқсат етсеңіз. Біріншіден, осы Құдайберген Жұбановтың ғылымдағы орны және бүгінгі таңда сол ғылымдағы орны қаншалықты бағаланды, соған тоқталып өтсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті Жұбанов тану мұрасын танып білемін деген өскелең ұрпақ. Бүгін осындай сәт түскен сұхбатқа орай келіп, сұрақтарыңызға жауап беру мүмкіндігі туғандығына қуаныштымын. Құдайберген Жұбановтың мұрасы қазіргі таңда жоғары деңгейде зерттеліп, еленіп, екшеліп, бағамдалып, ғылыми тұрғыда өзінің бағасын толықтай алды деуімізге мүмкіндік бар. Құдайберген Жұбанов қазақ филологиясының негізін қалаған, мынау тіл мен әдебиет дейтін филологияның қос қанатының бағасын бірдей ұстаған мықты ғалым ғой. Мынау Ресейде оқып білім алған, өзінің тұсындағы әріптестерінің кезінде де біршама жоғары бағасын алды. Қазақтан шыққан тұңғыш профессор. Мынау өзі солақай саясаттың кесірінен таптық идеологияға ұшырағаннан кейін еңбектері көзі тірі кезінде жарық көргені бар. Одан кейін мынау ұлттық қауіпсіздік комитеті өзі ұсталып кеткеннен кейін қаншама еңбектері сол қауіпсіздік комитетінің мұрағатында сақталған. Өкінішке орай өзі ату жазасына 38 жылы ұшырады. Өкім сол күйінде орындалған. Мықты ғұлама ғалымның 40-тың қырқасына жетпей, таптық идеологияның осы кесірінен құрбан болғаны өкінішті. Дегенмен де өзі өмірден өткеннен кейін кезінде жаңағы Рабиға Сыздық апамыз жап-жас өрімдей кезінде үлкен ғалымдардың басы қосылған жиында Құдайберген ағаның осыншама еңбектерінің қазір өзгелердің атынан жарияланып жатуы қалай деген сұрақ қойған уақытта өзінің туған бауыры Ахмет Жұбанов, Мұхтар Әуезов бір-біріне қарап бір сәт үнсіздік орнаған сәт болған екен. Көзіме кәдімгідей елестейді. Сол уақытта енді мемлекеттік тараптан сондай жағдай болғасын, оған ешкім ештеңе істей алмайды. Қолда сақталған ғылыми мұра халықтың игілігіне, кәдесіне жарауы керек деп. Сонда кейіннен өзінің туған үлкен қызы, педагог ғылымның кандидаты, доцент Мүслима Жұбанова өзінің заман және әулет деп аталатын еңбектерінде де атап көрсетеді. Құдайберген Жұбановтың өзінің кезінде жарияланбай қалған, қолда қалған еңбектерінің іші өзгелердің атынан жарияланған тұстары да бар. 4 докторлық, 3 кандидаттық диссертацияға жүк болғандай екен. Әрине, одан кейін ақталған жылдарының өзінде Жұбанов туралы 1965 жылдардың тұсында конференцияда айтуға мүмкіндік туған, бірақ Жұбанов туралы толыққанды зерттеу еліміздің тәуелсіздігімен басталады десек артық айтқандық емес. Өзіміздің Жұбанов атындағы университет осы үлкен ғылыми зерттеулердің негізгі жаңағы рухани орталығы болып отыр. Кезінде Есет Құдайбергенұлы Жұбанов, Құдайберген Жұбановтың баласы, өзімнің ұстазым, филология ғылымының докторы, профессор, осы Жұбанов университетінде, филология факультетінде ғылыми мектепті қалыптастырып кетті. Жұбановтың еңбектерін өзіміздің ұстаздарымыз, әріптестеріміз, біршама ғалымдар докторлық, кандидаттық диссертация қорғалды. Өзімде Жұбановтың әдебиетке қатысты жазылған сапасы мықты, саны аз еңбектеріне қатысты біршама еңбектерімді оқу құралдары әртүрлі бағыттағы ғылыми көпшілік танып білетіндей жұмыстарымды жарыққа шығарып жүрмін. Енді бірақ қазіргі кезеңде менің ойымда мына Жұбановтың жазылған
әсіресе әдебиетке қатысты жазылған Абай қазақ әдебиетінің классигі, сосын фольклордың синкреттілік мәселесін тереңінен қозғаған қазақ музыкасындағы күй жанрының пайда болуы жайлы, Құдайберген Жұбановтың яссауи туралы мұрахаттар, түркі әдебиеттер тілінің танымы дейтін керемет теңдесі жоқ еңбегі бар. Қазақ тіл біліміне қатысты жазылған еңбектері болсын, бір бағыты бар Жұбановтың ұстанған. Нендей нәрсені, қандай тақырыпты қозғаса да, бүге шүгесіне дейін тамырынан терең тартып, салыстырмалы жан жағынан түрлі қырынан бағыттап қарап, өзінің бағасын береді. Бір ғана Абайдың ақындығын классик ақын дәрежесіне жеткізіп талдау үшін Абаймен бастас, Абаймен тұстас тұрған түркі тектес халықтары, шығыс әдебиеті, тіпті Кавказ халықтарының, Герман, неміс тілін өте күшті білген, енді 16 тілді мықты білген полиглот адам ғой. Абайды зерттеп, сондай баға беру үшін Азербайжанның мықты ақынын алады, башқұрттың, татардың мықты, өзбектің мықты ақынын алады. Солардың мықты тұстарын бағамдай келеді, Абай олардың бәрінен артық тұр дейді. Өйткені Абай таза халық әдебиетінің, халық әдеби тілінің негізінде классикалық әдебиетті қалыптастырды дейді. Тап осы бағытты ұстана отырып, қазіргі кезде енді біздің әріптестеріміз, докторанттарымыз жаңағы шетелдік басылымдарға өзінің мақалаларын жариялау керек, талап сондай, бірақ бұл өте жақсы талаптардың бірі. Жұбановтың осы стилін ұстана отырып, Жұбанов жаңағы әлем халықтарының көптеген мықты жаңағы өкілдерінің шығармашылығына талдау жасайды. Тап осы сықылды, мысалға түрік елінде қандай жаңағы ақын бар, соның шығармашылығын талдау үшін сол тілді меңгереді. Тап осы сықылды. Сол Жұбанов еңбектерінде аталатын жаңағы шетелдің мықты өкілдерінің шығармашылығына Жұбановтың қатысы қандай болды? Мысалға, ол Ресейде оқып жүргенде жаңағы түркі еліндегі Көпірілзадамен хат алысып тұрған. Немесе жаңағы мен енді оның Жұбановтың көпшілік мұраларын ақтарып қарадым, өмірінің барлық күндерін, барлық жылдарын назарымнан тыс қалдырмауға тырыстым. Бір жаңағы нәрсе бар айтатын. Мысалға, Мекемтас Мырзахметов, абайтанушы ғалым, Құдайберген Жұбановтың еңбектерінің өмірінің бір кезеңдерінің Ташкенттегі мұрағаттан көргендігін айтады. Осы тұсы әлі де болса тереңірек қарастырылмай жатыр. Сондықтан Жұбановтың жаңа ғылым әлеміндегі алған бағасы толықтай орындалып отыр, дегенмен де әлі де болса қарастырылатын тұстары жеткілікті. Рахмет апай. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, еңбектерін зерттеп жатырмын, қарап жатырмын деп. Осы Құдайберген Жұбановтың еңбектерін зерттеуде жалпы Жұбановтану ғылымында өзіңіздің алатын орныңыз ерекше. Осы Жұбановтану ғылымына жетелеп келе жатқан сізді нендей күш, не нәрсе осы ғылымға келуіңізге қандай себеп болды, не себеп болды? Сол туралы айтып өтсеңіз абай. Құдайберген Жұбановтың өмір деректерін, еңбектерін ақтара отырып, Құдайберген Жұбановтың адами болмысы, тарихи тұлғасы, өмірдегі және ғылым әлеміндегі батылдығына мен тәнтімін. Жалпы Жұбанов танудың бағыттарын бағамдай отырып, Жұбанов туралы фольклор тілімен сөйлейтін болсам, мына тақырыпты тоқтату мүмкін емес. Айтылар толғам таңды таңғы ұрып жеткізетіндей әсерге бөленем. Өзім осы университеттің филология факультетінің ең алғашқы қарлығаштарының бірімін. Осы жерде оқып білім алдым. Біздің студенттік кезімізде 3-ші курста Алматыдан, ол кезде ғылым орталығы Алматы, Құдайберген Жұбановтың баласы Есет Құдайбергенұлы Жұбанов бізге оқытушы болып келді. Ағай өзінің дәрістерінде бір ерекше адам ғой, енді өте өзінің мамандығына сай, мықты ғалым. Дәріс сағаттарында қолда сақталған, әлі есімде, қазақ музыкасындағы күй жанрының пайда болуы дейтін жаңа еңбектің қолжазба нұсқасын қолымызға ұстатып,
Енді кейбір еңбектері латын әліпбиімен жазылған, солай шықты. Енді біз кезінде неміс тілін оқыдық та, латын әріптерін меңгеріп кету бізге қиынға соққан жоқ. Дәріс сағаттарында жаңа қолжазба нұсқадан қолыма ұстатып тікелей оқытып қоятын. Сонда менің жүрегіме сол Жұбановтың қолжазба мұрасын қолыма ұстауымның өзі бір дүмпу болғандай, өміріме бір жаңағы бір ерекше бағыт бергендей болды. Ағай өзі енді лингвист, тілші, ғалым ғой, мен әдебиетшімін. Ағай Жұбановтың жаңағы ғылыми зерттеу еңбектеріндегі филологиялық тұрғыдан кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғалды. Ал әдеби еңбектері жағынан жаңағы бұл бағытта қорғала алған жоқ. Сондықтан осы тақырыпты алсаң қалай болады деген ұсыныс тастады. Мен студент кезімнен бастап еңбектерін оқып, одан кейін оқытушы болып, осы жерде жұмысқа тұрғаннан кейін де әрі қарай жаңағы ғылыми конференцияларда баяндамалар жасап жүрдім. Алматыда ағай өзі ертіп барып, мұрағатта сақталған Құдайберген Жұбановтың Ақтөбеде 1925-28 жылдар аралығында Ақтөбеде мұғалім болады, қалалық оқу бөлімінде әдіскер болады. Жаңағы мына қазіргі гуманитарлық колледж дейміз ғой, ол кезде педтехникум деп аталады, сол жерде сабақ береді. Мектепте жүрген кезінің өзінде тіл мен әдебиеттен емес, физика, химия, жалпы қандай пәндер бар, барлығынан өте керемет сабақ береді. Өзі алдынан білім алған шәкірттері естеліктерін оқып отырғанда мен енді қайран қалам ғой. Бұл феномен деген баға береді. Бір жылда, бір ғасырда өмірге бір келетін адам. Жұбановтың тұлғасы шынымен феномен деген ұғымға лайықты. Сол Жұбановтың еңбектерін оқып отырып, әдебиеттегі жаңа санаулы негізгі мықты еңбектері бар дедім ғой, сол туралы түгелдей зерттеу жасадым. Одан кейін Алматыға мұрағатқа барған уақытта төте жазумен жазылған қазіргі Ақтөбе газеті, ол кезде Кедей газеті деп аталған, жаңағы Ақтөбе газетінің саяси шолушысы, публицист, журналист болған. Сол төте жазумен жазылған мақалаларын ақтарып отырып, Құдайберген Жұбанов, Жұбанов, Қараша бала дейтін сияқты лақабаттармен жазылған, тек өз басым 14-ке жуық мақаласын теріп алдым. Оның ішінде жаңағы 3 мақаласын сол кезеңде Кедей газетінде төте жазумен жарияланса да, қазіргі әріпке түскен жоқ, транскрипцияланған жоқ. Сол 3 мақаласын жазып алып, транскрипциялап, ғылыми айналымға енгіздім. Әлі есімде, мен Құдайберген Жұбановтың балалары Есет ағайдың арқасында ең үлкен қызы Мүслима апайдың үйінде болдым, үлкен ұлы Ақырап ағайдың үйінде болдым, Қызғалдақ апайдың үйінде болдым. Осылардың жаңағы мақаланы алып барған уақытта әлі есімде Есет ағай мен Ақырап ағай отыр. Соны оқып бере бастаған уақытымда ұлы тұлғаның қос ұлы ғой, әкеге дейтін мәңгілік сартап болған сағыныш жүректерінде сақталып қалғандай, көздеріне жас алып, үлкен толқыныспен отырып тыңдады. Сол мен мысалға бір конференцияларда баяндама жасасам, Есет ағай сілтедей тынып, менің жазған еңбектеріме, мен кішкентай шәкіртпін ол кезде, одан кейін жас жаңа оқытушымын, ағай дейтін өте ризашылығын білдіріп, сондай асқан ықыласпен тыңдайтын. Сол балаларының әкеге дейтін сағынышы менің көз алдымда мәңгілік қалып қойды. Олар көздерінен, қазір енді ол тұқымнан балалардың бәрі өмірден өтіп кетті, немерелері бар, шөберелері бар, олар қаншама жетістікке жетіп жатыр. Сол барлығының Құдайберген Жұбановтың ұлы, әулеті, ұрпағы дейтін атаққа лайық екендігіне мен кәдімгі табынумен өтудемін, былай қарасаңыз. Сол Есет ағай өмірінен, өтерінен азғантай уақыт бұрын науқастанып қалды, аяғы сынып қалды, сабаққа, жұмысқа аз келетін болды. Кетерінің алдында бір аз уақыт бұрын Әлия Құдайберген Жұбановтың тақырыбын сен тастамауға тиіссің деп маған сөйдеп айтты. Аманат сөзі. Өйткені өзіңіз білесіз, мен әдебиетшімін, ғылыми бағытта қорғайтын тақырыбым Құдайберген Жұбановты елдің бәрі лингвист, түркітанушы, жаңағы
тіл білімін зерттеген ғалым дейді. Мен ол бағытқа баруға қазіргі тілмен алсам шифрым да келмейді. Бірақ қаншама жерден басқа тақырыпқа кетіп қалғым келді. Менде ғылыми атақты қорғағым келді. Осы жұмысты өзімнің диссертациямды толықтай аяқтап тұрып, жаңағы аспирантураның жаңағы емтихандарын тапсырып, қорғауға шығайын деп тұрған уақытымда аспирантура жабылып қалды. Өкінішке орай мен жұмысымды диссертация түрінде қорғап алып шыға алмадым. Одан кейін қаншама басқа тақырыптар туралы ойланғанмен көз алдымда ағайдың осы ғимаратта 3-ші қабатта аяғын сілтіп басып келе жатып, мен тоқтатып тұрып, бұл тақырыпты тастауға тиіс емессің дейтін сөзі менің көзімнен кетпейді. Сондықтан бұл тақырыпты мен әрбір мерейтойында ғана емес, күнбе-күн өзімнің ізденіс санамнан аластатқан жоқпын. Жұбановқа қатысты біз бакалаврда оқитын студенттерге дәріс жүргіземін. Менің басты мақсатым, мәселе ол, мүмкін ғылыми атақты мен алармын, алмаспын. Басты мақсатым осы оқу орында оқып жүрген әрбір жас адам Жұбановтың кім екендігін білгендігі жөн. Өйткені ол менің өміріме идеал тұлғаға айналып отыр. Сондықтан жаңа сөз басында айттым, Жұбанов жайлы толғансам, мені тоқтатып оқиын дегенмен де сұрақтарыңызға да кезек беріп отырайын. Рахмет апай. Бәрекелді, ерекше әсерлі, шынымен де расымен. Енді жаңа айтып қалдыңыз апай, еңбектер көп жылдар бойы еңбектеніп келе жатыр. Енді осы орайда Құдайберген Жұбановтың 25 жылдығы келе жатыр. Осы үлкен ғылыми мереке қарсаңында өзіңіздің еңбегіңізді дайындап жатқан көрінесіз. Сәтін салсын дейміз. Осы туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Құдайберген Жұбановтың 125 жылдығы үлкен мерейлі дата. Өзім осы жылдарды ерекше толқыныспен күтемін. Сол бірнеше жылдан бері бұл ерекше форматтағы басылымды дайындау ойымда жүрген болатын. Енді Жұбановтың 120 жылдығының тұсында университет басшылығы, оның ішінде редакциялық алқаның ішінде өзім тікелей бармын, үлкен академиялық шығармалар жинағын дайындаған болатынбыз. Бұрын Жұбановтың жаңағы 1966 жылы жинағы шықты, 90 жылдары шығып отырды. Бірақ ол жинақта көбінесе тіл біліміне қатысты еңбектерінің барлығы жинақталатын, 100 жылдығының тұсында шықты. Бұл 120 жылдық тұсындағы жинақты мен бір жыл бойы өзім тікелей еңбектерді тердім. Мұрағаттан алған материалдар бар, әдебиетке қатысты еңбектері Жұбановтың бұрынғы басылымдарының ішінде ешқандай жарық көрмеген. Солардың барлығын енгіздім, қосымша түсінік бердім, қай кітапта, қай жылғы нұсқасында нендей ерекшеліктер бар. Саясаттың кесірінен, мысалға 66 жылғы жазылған Кеңестер одағының тұсында шыққан кітап қой, Жұбановтың өзінің тұсында жазылған кейбір сөйлемдер алынып тасталған. Соның барлығын тегелей зерттедім. Бұл еңбектің ішіне Жұбановтың барлық газет бетінде шыққан мақалалары, өлеңдері барлығы енді. Ал осы мерейтойға мына форматтағы еңбекті дайындауды біраз жылдан ойлап келе жатырмын. Сол 120 жылдықтың тұсында жоспарлағанмын, бірақ енді мүмкіндік болмады ол кезде барлығын қатар алып шығу. Мына бұл кітап Құдайберген Жұбанов «Тұлға және уақыт» фотомұрағат деп аталады. Бұл еңбектің форматы Жұбановтың өмірде сақталып қалған өзінің суреттері, ғылыми еңбектерінің жарық көргендегі кітаптарының фото деректері. Содан кейін жаңағы бір еңбек шықты Санкт-Петербургте 1929-32 жылдар аралығында оқыған ғой. Сол кезеңде оның жаңағы өзіне жазылған өзі туралы мәлімет, анкетасы бар, жоспары бар, шыққан ғылыми еңбектердің тізімдемесі бар. Сол «Прерванный полет» деген орыс тілінде шыққан кітаптың ішінде архив мұрағат материалдары енгізілген. Тек сол тұстағы. Ол енді сайтта да жүр. Сол материалдың ішіндегі деректерден де алдық, бірақ мен міндетті түрде көрсетіп отырдым, қай жерде қандай көрсетіп отырмын, қай жерден, қай сайттан алынған. Содан кейін өзінің жаңа туған жерінде сақталған мәліметтерді кейбір сол жердің адамдары тапсырып отыр. Одан кейін Жұбановтар отбасының енді тікелей осы жердегі ұрпағы Есет ағайдың қызы, филология ғылымының кандидаты Ардақ Есетқызы Жұбанова отбасылық мұрағаттарды берді. Содан кейін апайдың көмегімен және
әлеуметтік желі беттерін ақтара отырып, феномендер әулеті кім қазір? Тіпті таң қалдым ғой, таң қалдым. Жұбановтың баласы, қызы баласынан тараған, Жұбановтың немересі, шөбересі қазір әлем бойынша түрлі жерлерде керемет қызметтерде. Біреуі керемет музыкант, біреуі жаңағы ғалым. Енді сол мәліметтердің барлығын енгізуге тырыстық, суреттерін беруге тырыстық. Яғни бұл фото мұрағат дейтін форматына сәйкес Жұбановтың суреті соған қатысты мәлімет. Жұбановтың суреті соған қатысты мәлімет осы желімен жүріп өтеді. Және Құдайберген Жұбанов жаңағы осы Ақтөбеде 1925-28 жылдар қызмет еткен жылдарында мына Некрасов көшесінде 5-ші балабақшаның, қазір балабақшаның нөмірінен әлі де анықтау керек. Сол балабақшада жаңағы бір бұрышында Жанғазы Жолаев дейтін әріптесі замандасы болған. Сол екеуі көршілес сол пәтерде тұрған екен. Сол Ақтөбедегі мұрағаттың архив беттерін ақтара отырып, сол 1930 жылдардағы Некрасов көшесі қандай болды? Соның суретін таптым, сол мәліметтерді бердім. Жалпы бұл ерекше бір еңбек болып шығады деп ойлаймын. Жақсы, бәрекелді апай. Сәтін салсын дейміз. Тағы да рахмет, көп ерекше әсерлі сұхбатыңызға, сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен сұхбатымызды аяқтаймыз. Рахмет.